Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып отырыңыздар. Сіздермен бүгін цветная капустадан өте дәмді әрі оңай тіске басар дайындаймыз. Алдымен капусталарыңызды жуып тазалап, өзіңіз қалаған бөліктерге осылай бөліп аласыздар. Ыдысымызға салып, үстіне қызыл бұрыш, паприка, тұз және де кукурузный крахмал бір қасық қосасыздар. Енді тұз бұрышын өздеріңіз татымына қарай қоссаңыздар болады. Үстіне сұйық май құйып, жақсылап барлығын араластырып аламыз. Барлығы біркелкі болып араласқаннан кейін панировочный сухариге осылай барлығын аунатып алып формамызға салып шығамыз. Неке барлығын осылай формаға тізбектеп орналастырып шығамыз. Содан кейін қызып тұрған пеште 15-20 минут пісіріп аласыздар. Пеште пісіп жатқан кезде соусын дайындаймыз. Соусын өз қалауларыңыз бойынша дайындасаңыздар болады. Мен майонезбен чеснок және укроп қосып дайындадым. Өте дәмді болып шығады. Жасап көріңіздер. Отбасыларыңызды қуантыңыздар, ас болсын. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.